Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздерге өте дәмді әрі жасалу жолы оңай шоколадты пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл пирогтың сіздерге ұнайтынына мен 100% сенімдімін десем де болады. Ал сіздер видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал біз дәл қазір ең алдымен жылы сүт дайындап аламыз. Оған какао және де қантымызды салып, жақсылап араластырып, бір шетке қойып қоямыз. Бұл қоспамыз қазір бізге пирогқа қосуға қажет болады. Ал енді 3 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап тұрып миксермен ап-ақ боп көпіргенше араластырамыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай ап-ақ боп көпіршіді. Енді сұйық майымызды құямыз. Оны да жақсылап миксермен араластырып аламыз. Ал енді қазір алдын ала дайындап алған сүтті қоспамызды қосып, оны да жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Ал енді ұнымызға қосытқышты салып, илектен өткізе отырып, ұнымызды саламыз. Илектен өткізіп алғаннан кейін, алдымен осындай лопаткамен жақсылап араластырып аламыз ұнымызды. Егер де миксермен араластырсақ, ұнымыз шашырап кетеді, сол үшін осылай қасықпен араластырып алған жөн. Барлығын араластырып алдық, оның сұйықтығы осындай болып шығады. Енді оны арнайы ыдысымызға аздаған майды жағып, қамырымызды құйып, қызып тұрған пеште 180-200 градус аралығында 30 минуттай пісіреміз. Біздің пирогымыз пісті, оны арнайы осындай таяқша арқылы шұқып көретін боламыз. Егер де қандай да бір қамыр жабысқан болса, онда тағы да ұстауға тура келеді. Ал егер құрғақ болса, онда ол пісті деген сөз. Мен осылай арнайы беттерін шұқып шықтым. Қазір бетіне ерітілген шоколадты бетіне құятын боламын. Сіздер өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Қант ұнтағын сепсеңіздер де болады, немесе жай ғана қайнатпалы крем жақсаңыздар да болады. Әркім өз қалауынша әсемдей алады. Менде жай ғана осындай ерітілген шоколад. Құрметті достар, егер менің видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар. Алда көптеген жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.